Сәлем достар, бүгін мен сіздерге телефонның кейбір зиянды настройкалар жайлы айтып өтетін боламын. Яғни ол өз кезегінде сіздің зарядыңыздың төмендеуіне әкеп соғады, және де интернет жылдамдығыңыздың кішкене азаюына да өз әсерін тигізеді, және де телефоныңыздың кішкене қатып жұмыс жасауына да өз әсерін тигізетін настройкалар. Біз сіздермен қазір соларды біртіндеп өшіріп шығамыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, каналға подписаться етіп, лайк басып қолдау көрсете отырыңыздар. Ал достар, айта кететін жайт, барлығымыз жаңа телефон сатып алған кезде мынадай өзінің родной приложениялары болады. Яғни калькулятор, часы, FM радио және де тағы да басқа көптеген приложениялар. Яғни сіздер ойлайсыздар, бұл приложениялар ешқандай зиян келтірмейді телефонға деп. Жоқ, бұл приложенияларда өз кезегінде кішкене болсын зиян келтіріп отырады. Бірақ біз бұлардың қазір настройкасын барлығын дұрыстайтын боламыз. Ол үшін біз настройки бөліміне кіреміз. Бұл барлық Android телефондарда қолданылатын, яғни барлық Android телефондарда іске асыратын настройкалар. Яғни біз мына жерде уведомление батырмасын басамыз. Бұл жерде қарап тұрсаңыздар, барлық приложенияларда жанында көкпен птичка ұрылып тұр. Біз бұл жерде уведомление бізге керек емес, яғни қолданбайтын приложениялардың елесін өшіріп шығамыз. Мысалы, сканер маған қажеті жоқ бұл приложениедан уведомление. Осылай теріп шығасыздар арасынан. Өзіңізге қажеті жоқ приложениялардың барлығын уведомлениясын өшіріп отырасыздар. Яғни бұларда өз кезегінде зарядталып отырады. Яғни интернеттің төмендеуіне де әсерін тигізеді. Маған керек емес приложениялардың паузунки дейміз ба, птичка дейміз ба, қалай көк несін батырмасын өшіріп шығасыздар. Және де екінші настройкамыз бұл тек қана Xiaomi телефондарда болуы мүмкін. Безопасность деген батырмасы бар. Бұл да телефонның өзінің роднойында болады, родной приложениесі болып саналады көп телефондарда. Яғни бұл бөлімде біз ең астына түссек, передача данных деген батырма тұр, мінекей сол жақта. Соған кіреміз. Мына жерде сетевое подключениеға басамыз. Және де жоғар жағындағы 3 точка тұр, соны басамыз дағыны, фоновое подключение деген батырманы басамыз. Міне осы приложениялар таңғалуларыңыз мүмкін, бірақ осы приложениялардың барлығы сізден, былайша айтқанда, спящий режимде сіздің интернет трафигіңізді алып отырады. Осылардың әсерінен сіздің интернет жылдамдығыңыз азаяды, және де телефоныңызда кішкене қатып жұмыс жасауы мүмкін. Мына жерде барлық батырмаларды өшіріп шығасыздар. Немесе өзіңізге керексіз приложениялар, мысалы, мына приложениялар бізге қажеті жоқ. Енді өздеріңіз іріктеп шығасыздар, арасына кіресіздер, қайсы приложениядан маған уведомление, яғни интернетке постоянно қосылып тұрмау керек деген неңіз болатын болса, онда сол приложенияларды таңдап өшіріп шығасыздар. Осы настройкаларды істеп шыққаннан кейін сіз өзіңіздің телефоныңыздың қалай жұмыс жасағанын жайлап байқауға болады. Әрине бұл өз кезегінде пайдасын тигізеді. Интернет жылдамдығыңызда кішкене күшейеді, телефоныңызда кішкене қатпай жұмыс жасайтын болады, зарядыңызда кішкене көпке шыдай бастайды. Әрине бұлар оңай ғана настройкалар, көзге көрінбейтін настройкалар деп айтсақ та болады. Осыларды біртіндеп өшіріп шықсаңыз, өзіңізге қажет жоқ приложенияларды. Яғни сіздің телефоныңызда кішкене болсын өзгерісті байқайсыз. Мінекей мына жерден керек емес барлық болмаса да өзіңізге қажеті жоқ приложениялардың уведомленияларын өшіріп шығасыз. Осылардың бәрін өшіріп шыққаннан кейін сіз өз кезегінде телефоныңыздың өзгерісін кішкене байқай бастайсыз. Осымен айтқым келгені осы, жасап көріңіздер, өзгерісті байқап көріңіздер. Егер өзгеріс байқалып жатса, комментарияға жаза кетіңіздер. Егер де осы видеом сіздерге пайдасын тигізіп жатса, өте қуаныштымын. Каналға тіркеліңіздер, лайк басып, қолдау көрсетіңіздер. Алдағы уақытта сіздерге және де тағы да пайдалы видеоларды шығарып тұруға тырысатын боламыз. Қош сау болыңыздар.